Барлықтарыңа сәлем, құрметті көрермендер. Каналға қош келдіңіздер. Менің есімім Асем. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге барлықтарына қазір көп қойылатын сұрақтың бірі, желтоқсан айында не егуге бастап беруге болады? Немесе қыстың яғни алғашқы айында жайлап бастап беруге ең ұзақ гүлдейтін, ең ұзақтығы өте көп жаңағыдай болады ғой. Көкөністер болсын, енді көкөністер кішкене ертелеу, гүлдерді айтсам. Сен сонымен бөлісейін деп отырмын. Әзірге мен қазіргі кезде енді балапандармен айналысып жатқасын, әлі гүлге жете алмай жатырмын. Дегенмен де жайлап бастай беруім керек. Көбінесе қазір қыс айы жеткенмен жаңа жылда жақындап қалды, жаңа 2022 жылда. Бірақ та әлі сезілмей жатыр, әлі қар жоқ. Дегенмен де енді сіздерге мен өзім жайлап бастап егетін гүлдерді сендермен бөлісейін деп тұрмын. Мен бірге болыңыздар. Ең бірінші әрине бұл жерде гвоздиканы біріміз білсек, біріміз білмейміз. Гвоздика ол көбінесе көп жылдық ретінде емес, 2 жылдық гүл ретінде өсіріледі. Сіздерге көрсетейін. Менде 3 түрі бар. Міне. Сіздерге мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Қазір гүлдегендерін де міндетті түрде салатын боламын. Міне, гвоздика китайская, бұл яғни шашақ болып өседі. Турецкая және де генатин. Мына екеуі бір-біріне өте ұқсастау. Яғни мынау кішкене өте турецкая, өте бөлек. 2 жылдық ретінде өсіріледі. Біріншісінде егіледі міндетті түрде, және де гүлдеу ұзақтығы өте кішкене ұзақтау. 6 ай почти жарты жылдықта бұл гүлдейді. Сол себептен кішкене көбісі жайда өсіреді. Яғни келесі жылда гүлдейді дегенмен, яғни гүлдейді деп. Мен былтыр емес, одан алдыңғы жылы наурыз айында өсіргенде ол тамыз айларында бастап жайлап гүлдеп жатты. Өте жай деп ойлаймын. Сол себептен кішкене болса да ертерек жаз бойы гүлдеп тұрғанын өте қалар едім. Гүлдеген кезде енді өте әдемі, керемет, ерекше болып өседі. Яғни арнайы сіздер жерге де отырғызуға болады, немесе арнайы жаңағыдай гүл отырғызатын ыдыстарға да отырғызсаңдар өте әдемі болып тұрады гвоздика. Және де үйге кіргізіп қойсаңыздар көп жылдық ретінде солай өсіруге болады. Гүлдегендерін тамашалаңыздар болады. Келесі әрине бұл жерде лаванда. Лаванда енді бұл көп жылдық ретінде өсіретін гүл. Мен былтыр еккенмін, оны өкінішке орай үйде анам арам шөптермен бірге жұлып алды. Қайтадан оны мен таба алмай қалдым. Сол себептен қанша дегенмен қайтадан егуім керек болады. Негізі еккенмін жақында ғана. Қанша дегенмен жарықтандыру жарық болмағандықтан тірі болмай өліп қалды. Сол себептен енді қайтадан бастап егуім керек. Иісі өте керемет. Қалай айтсам болады. Кішкентай көшет күйінде еккен өзінде иісі өте керемет. Мен көп жылдықта егіп толып тұрса ауаны өзін керемет қылады деп ойлаймын. Бұнда егіп жайлап бастай берген дұрыс. Бірақ лаванданың бір қиыны, білесіздер, олар не магазинде өте қымбат тұрады ғой. Лаванданы міндетті түрде бірінші холодильникке салып, мұздатып, солай ғана қысқа шыдамды болу үшін солай ғана жаңағыдай мықты қылу керек. Себебі басқа гүлдерге қарағанда ол енді көп жылдық ретінде өсірілетін болғандықтан, далада тұрақтайтын болғандықтан, қанша дегенмен кішкене тұқымын егер алсаңыздар, міндетті түрде мұздатқышқа салып алыңыздар. Мұздатқыш болғанда, яғни холодильник деп атайды ғой. Жаңағыдай морозильник емес, холодильникке жұмыртқа салатын жерлеріне салып қойсаңыздар болады. Енді бұны мен дельфиниумды биыл міндетті түрде өсіретін боламын. Дельфиниумның әр түрі болады, яғни ұзыны, қысқасы, новозеландский деген түрі болады. Олар өте гигант, бұл кәдімгі үлкен тәрізді болады. Менікісі бұл шағын түрі, яғни 4 түсті, осында мен көріп тұрсаңыздар, яғни ақ. Бұл да көп жылдық өсіреді. Негізі бұл менікі 1 жылдық, яғни кәрілік түрі, бойы кішкентай 40 сантиметрден аспайды. Бұны да жаңағыдай лаванда тәріздес міндетті түрде холодильникке яғни салып қою керек. Дельфиниумның қандай түрі болса да, мейлі новозеландский болса да, жаңағыдай кәрілік орташа түрі болса да, барлығын міндетті түрде мұздатқышқа салу керек. Өсу ұзақтығы бойынша бұл жерде цинерария. Бұны негізі анда еккен болатын, тоже ұмытып кетіп құрғатып алдым. Өте тұқымы кішкентай. Ұзақтығы тоже болды 6 ай 7 айда дегенде әрең гүлдейді. Сол себепті бұның бір жақсы жері үй гүл ретінде көбінесе өсіреді, көбісі даладан гөрі. Және де мына бір гүл шыққаннан кейін ол 2-3 ай бойы сол гүл қозғалмай тұра береді, яғни солмай тұра береді. Сол жері өте тамаша. Міндетті түрде болса еге берсеңіздер болады. Цинерария деген екеуі бар. Цинерария бұл серебристый деген, яғни ол гүлдемейді. Менде білесіздер, қар тәріздес. Қыстың күздің уақытына шейін тұра береді. Ол басқа. Но цинерария деген бұл гүлдейтін түрі. Екеуі атауы бірде болғанымен, анау жаңағыдай серебристый деп аталады. Яғни серебристый деген ол гүлдемейтін түрі. Сонша атастырып алмасаңыздар болады. Және де эустома деп аталады. Эустома енді қазір менің қолымда несі жоқ тұқымы. Міндетті түрде сіздерге қазір салатын боламын. Өте роза тәріздес, өте керемет гүл. Бірақ та оның өсіруін арнайы жаңағыдай торфяной горшоктарда өсірмесеңіздер, ыстарда өте кішкене қырсықтау, сондай гүлдің бір түрі. Енді мына жерде менде петунияның ұзақтығы білесіздер, ондай көп емес. Петуния, мына жерде екі петуния, сосын лабелия бәрі ұзақтығы ондай көп емес. Бірақ та мен өзіме жаңағыдай ертерек алу мақсатында егейін деп тұрмын. Үшін лабелия бұл жаңағыдай өте ұсақ болады. Арнайы горшоктар ампельный деп тұр, яғни бұл сүңкіп тұратын. Сол себепті ертерек өсіруім керек. Яғни көбейту мақсатында. Бұл мына жерде петунияның несі бәрі жаңағыдай болмай қалып,
өте жанагы мына петуниядан айырмашылыгы бунун гүлдөрү өте кып кичкентай және өте көп булады. Сол себептен энди осуна эгүүм керек болуптур. Баскаларда енді сіздерге айтатыным жанагыдай гүлдөрдөн баскасын үй жагдайында өсүрөм десеңиздер, мисалы желтоқсан айына жанагыдай эмне айтсам болот. Және де үй жагдайында желтоқсан айы жарыктандыруу болмаса, арнайы жанагыдай өздөрүңүзгө үйдөн аскөк, яғни укроп, жуа, пияз, сарымсактарды тезин алдына эгип койсоңуздар болот. Ол тек үй жагдайында жеуге колдонууга арналган. Эгер мына осундай гүлдөрдү эккилериңиз келсе, желтоқсан айынан баштап тез гүлдөгөнүн кааласаңыздар, әрине, онда эртерээк баштауга болот. Мен міндетті түрдө эгем, сиздер менен бөлүшетін боламын каналда. Сау болуңуздар.